Сәлеметсіздер бе? Х24 тобының студенті Ақбар Аяулым. Презентациямыздың тақырыбы бұлтты технологиялар. Бұлтты технологиялар ақпаратты сақтау мен өңдеудің заманауи жолы. Бұлтты технологиялар қазіргі заманның IT инфрақұрылымының негізі. Ол қолданушыларға интернет арқылы түрлі ресурстарға қол жеткізуге мүмкіндік береді. Бұлтты технологиялар дегеніміз не? Анықтамасы: бұлтты технология мәліметтерді сақтау, өңдеу және басқару интернет арқылы ұсынылатын модель. Мысалдары: Google Drive-та құжаттарды сақтау, Microsoft Teams-та бірлесіп жұмыс істеу. Негізгі ерекшеліктеріне тоқталатын болсақ, ол қолжетімділік, әлемнің кез келген нүктесіне қол жеткізу мүмкіндігі, масштабталу, қажет кезде ресурстарды көбейту немесе азайту мүмкіндігі, қауіпсіздік, шифрлау, резервті көшіру және кіруді басқару, үнемділік, жабдық сатылмай-ақ қызметке ақы төлеу арқылы пайдалану. Қолдану салалары: білім беру, Zoom, Google Classroom, Moodle арқылы онлайн оқыту, бизнес, Salesforce, SAP, Trello, командалық жұмыс және жүргізу, медицина, электронды денсаулық жүйелері, қашықтан кеңес беру, әлеуметтік желілер, Facebook, Instagram, деректерді бұлтта сақтау. Артықшылықтарына келетін болсақ, қаржылай тиімділік, дербес сервер орнатудың қажеті жоқ, деректерді қорғау, автоматты резервті көшіру қамтамасыз етіледі, бағдарламалар әрқашан соңғы нұсқада болады, жоғарғы қолжетімділік, 24/7 жұмыс істейді. Кемшіліктеріне келетін болса, интернетсіз жұмыс істемейді, байланыс үзілісіне дерекке қол жеткізу мүмкін емес. Құпиялық мәселесі: үшінші тараппен деректерді бөлісу қаупі бар. Тәуелділік: бір провайдерге тәуелді болып қаупі төндіруі мүмкін. Бұлтты технология түрлері: LAS, Amazon S серверлерді жалға алу, PS, Google Apps Engine бағдарлама жасау үшін орта, Gmail, Microsoft 365 дайын бағдарламаларды пайдалану. Танымал: Amazon Web Service, әлемдік нарықтағы көшбасшы. Microsoft Azure, Microsoft экожүйесімен тығыз байланысқан. Google Cloud Platform, Big Data және AI шешімдерімен танымал. Alibaba Cloud, Азия нарығында қарқынды дамып келе жатқан платформа. Бұлтты технологиялардың болашағы: жасанды интеллектпен бірігу, деректерді интеллектуалды өңдеу мүмкіндіктері артады, Engine Computing деректерді жақын жерде өңдеу арқылы кешігу уақытын қысқарту. Қауіпсіз трендтер: Zero Trust моделіне көшу жалғасуда. Қазақстандағы дамуы: цифрлы Қазақстан бағдарламасы аясында мемлекеттік қызметтер бұлтқа көшірілуде. Назарларыңызға рахмет.